Әрине, Қайназар ресторанға барған жоқ. Еркебұланды шақырса, оған тағы арақ іштірмекші еді. Қайназар тікелей үйіне қайтқан. Бұл жолда ол жұлдыз туралы ләм-мим аузын ашпады. Дүние жүзінде тіпті ондай адам жоқ сияқты. Ал шынына келсек, Қайназар соңғы кезде жұлдызды шын жақсы көре бастаған сияқты. Бұл шын махаббат па, өзі де білмейді. Бірақ жұлдызға деген жүрегінде үлкен қызғаныш туған. Еркебұланмен сөйлескенде жұлдыздың атын атамауы да сол қызғаныштың белгісі еді. Өзінің қолы жетпейтін қызды бөтендерден қызғану, бұл да бір пақырлық қой. Ал Қайназар өзінің бұл пақырлығын білмеді. Өзгеден арашалай алсам, қыз маған да, бұрылмағанда кімге бұрылады деп ойлады. Ал маған бұрылмаған күнде де өзгеге бұрылтқызбаймын деді. Өзіме де өзгеге де жоқ болсын деу, бұл енді жалпы Қайназарға біткен көңіл тарлығы болатын. Ертеңіне бірінші бәйгені жюридің мүшелерінің көпшілігі Еркебұланға беру керек деп тапты. Бірақ Еркебұлан Қайназарға берілсін деді. Шаршы метр боп келген бірінші қабатқа сондай шаршы метрлі екінші қабат қондырылған. Тек көлемі бірінші қабаттан кем. Сондай екінші қабатқа үшінші қабатқа төртінші, осылай 6 қабат болып бітетін сарай алыстан қарағанда Египеттің пирамидасы тәрізді неғұрлым жоғары көтерілген сайын сығыла түсіп, үлкен бір конус тәрізденіп бітетін. Осы конустың төбесіне электр күшімен жанатын қып-қызыл жұлдыз қадалатын ішпел найза орнатылған. Биіктеу жерге тұрғызылған бұл сарай алыстан да жақыннан да ерекше көзге түсіп салауатты көрінуге тиіс. Егер салына қалса, сондай болатыны да сөзсіз еді. Жоқ, Еркебұлан бұл жобаға бірінші орын берілсін дегенде, мұнда ерекшелігі не сұлулығы үшін емес, өзінің жобасынан артық басқа қасиеті үшін берілсін деген. Алматының сейсмикалық қатерлі жерде тұрғаны жұрттың бәріне де аян ғой. Бұл жағда Еркебұланға да белгілі еді. Бірақ соған қарамай, ол өзінің сарайының сырт бейнесіне және ішкі қолайлығына көңілін көп бөліп, оның сейсмикалық жағын терең ойламаған. Еркебұлан жобасының мұндай кемшілігін Қайназар бірден көрген. Бірақ жолдасына бұл жөнінде ақыл салмаған. Ал Қайназардың жобасында Алматы жерінің сейсмикалық ерекшелігі жан-жақты қаралғанды. Монолиттен құрылған бірінші қабатының биіктік симметрияны сақтау үшін сыртқа шығып тұрған жері өзге қабаттағылардай бір биіктікті сақтайтынды. Ал төменгі жағы мұхиттағы айсберг тәрізді 3/2 бөлігі сол монолит күйінде жердің астына кіріп жатқан. Ол аз болғандай, сол монолиттің төрт бұрышынан терең құдық қазылып, оны да бірінші қабаттың монолит еденімен тұтастыра арматурлы бетонмен бекіттірген. Осы жарасына еніп жатқан бірінші қабаттың бөлігі компрессор, мұздатқыш машиналы азық-түлік сақтау қоймасы тәрізді көптеген керекті жайларға арналған. Алда-жалда жер сілкіне қалса, Қайназар ойлаған әрекетті сарайды апаттан қаншалық аман алып қалатын жюри мүшелеріне де Еркебұланға да белгісіз еді. Бірақ идея ретінде бұл жаңалық болатын. Еркебұлан осы жаңалық үшін Қайназарға бірінші жүлдені беруді ұсынған. Әрине, Қайназарда Еркебұланның жұмысын мақтаудан кенде қалған жоқ. Алматы қаласында бұрын соңды болмаған конструкторлық шешімі мен архитектуралық ерекшелігі көзді тартатын көркемдігі үшін бірінші бәйге Еркебұланға берілсін деді. Бірақ бұл сөзді ол Еркебұландай шын жүректен айтпады. Тек жолдастық сыпайылықтан шыға алмай тұрған жандай пішін көрсете айтты. Қысқасы, бірінші жүлде Қайназарға берілді. Бұл шешімді жолдастары қол шапалақтап қарсы алды. Ал Еркебұлан болса жүлдені өз алғандай қуанды. Насаттанған Қайназар енді алған сыйлығын жууға бәрін ресторанға шақырды. Тек Еркебұлан ғана бармады. Ол серіктерімен қоштасып үйіне қайтты. Үйіне келгеннен кейін қайтадан кітаптарына, қағаздарына үңілді. Шынында да Қайназардың жобасы бұны ойға қалдырған. Осы жоба оның бұл күнге дейін онша мән бермей келген бір ерекше кемшілігінің бетін ашты. Рас, Еркебұлан Алматыда кейбір үлкен үйлер жер сілкінісіне қарсы қолданылатын жапон әдістерімен салына бастаған жақсы білетін. 26 қабат Қазақстан мейманханасы осы тұрғыдан республикада ғана емес, бүкіл Совет одағында ең алғашқы көп қабатты үй екені де оған белгілі еді. Бұл мейманхана салынбастан бұрын Еркебұлан да оның жобасымен әдейілеп танысқан. Алматы тәрізді жылдан жылға өсіп келе жатқан әдемі қаланы әрине табиғаттың ойыншық етіп қоюға болмайды. Көп кешікпей қалада миллионнан астам тұрғын болады.
Ал республиканың өсуі қарқынына қарағанда енді бір 50 жылдан кейін қала халқының саны 2 миллионнан асып кетуі де таңданарлық іс емес-ті. Сонда соншама жұрттың тағдырын тек жаратылыс құбылысының мінезімен байланыстырып қоюға бола ма? Әрине болмайды. Енді өз жобасында бұны неге ойламаған болып шықты? Жоқ, бұдан былай қарай Еркебұлан жобалайтын құрылыстардың бәрі де жер сілкінуден қауіпсіз етілуге тиісті. Әсіресе тұрғын үйлер мен халық қазынасы көп шығарылатын театрлар, мәдениет сарайлары, орталық мекемелер. Еркебұлан мұндай қауіпке қарсы өз әдісін, өз жолын табады. Алматы жерінің тектоникасының ерекшелігін қатты ескереді. Сол үшін қала тұрғын жердің сейсмикалық жаратылысы жөніндегі соңғы ғылыми еңбектерді қарап қатты ізденеді. Осындай жұмыс үстінде отырған Еркебұланның ойына кенет жұлдыз түсіп кетті. Қайда жүр екен? Қашан кездеседі? Әлде тіпті кездесе алмай өте ме? Жоқ, қайткен күнде оны табу керек. Тіпті 1000 жыл іздеуге тура келсе, сол 1000 жылға шыдау керек. Енді оның жүрегі тағы удай ашып кетті. Сол-ақ екен, алғашқы кездесіп жүргендеріндегі бір сурет көз алдына елестей қалды. Күздің қоңыр салқын түні еді. Аспандағы жүдей жылжыған ай сәулесі де көмескі. Жұлдыздар да жиі емес, сірә ертең тақастық болмайтын тәрізді. Екеуі бірінің қолынан бірі ұстап, пионерлер үйінің қасындағы Қарағай паркінің арасындағы асфальтты аллеямен келе жатқан. Бұларды жұрт көзінен тасалай тұрайық дегендей, әр жерде сиреп қалған электр шамдары да бүгін көмескі жанған. Кенет жұлдыз тоқтай қалған. Осы бір маған мүсін керемет ұнайды, деді ол. Оң жақтарындағы көкке созылған қарағайлардың арасында шағын алаңдағы төмпешіктеу жерде тұрған қоладан құйылған тазша баланың тай мінген мүсінін көрсетіп. Қарашы, түрі қандай бақытты. Тай үстіндегі жалаңаш сол аяғын алдына қарай алып қазандай бөрік киген, әлемге күле қараған тазша баланың түрін расында да қуақы, ақ жарқын, қуанышты еді. Бұл өгей шешесінің өшпенділігімен басынан нелер қиындық өткізген, қауіп қатерге сан рет душар болған тазша бала емес, дүниеге тек жомарт ниетімен қараған бақытты бала. Бұл кімнің мүсіні екенін білесің бе? деген Еркебұлан. Жоқ, бұл қазақтың ертектеріндегі тазша баланың мүсіні. Тазша баланың? Ол не істеген? Еркебұлан оған тазша бала жайындағы ертекті айтып берген. Әсіресе өгей шешесі өлтірсін деп, тазша баланы мыстан кемпірге алтын сақан алып кел деп жіберген жері, бұдан да бұрын бұл ертекті естімеген жұлдызға өте қызықты көрінген. Қалай деді мыстан кемпір, қайтадан айтшы осы арасын. Алтын сақа алдында жатқан мыстан кемпір, шырағым, тұрсам отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын. Алтын сақан өзің түсіп ала ғой, деді. Қотыр тайы үйретіп қойған сөзді айтады тазша бала. Ойбай әже, әне қасқыр келе жатыр, дейді. Кемпір артына жалт бұрылғанда қотыр тайы бетегеден биік жусаннан аласа бола қалады да, тазша бала алтын сақаны шап беріп ала сала тұра шабады. Жаңағы тұрсам отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын деген мыстан кемпір қуа жөнеледі. Қотыр тай жеткізбейді. Мыстан кемпір күректісінің біреуін жұлып алып лақтырады. Қотыр тай үш аяқтап шауып жеткізбейді. Мыстан кемпір тағы бір тісін лақтырады. Қотыр тай екі аяғымен де жеткізбейді. Ақыры тазша бала төрт аяғынан бірде айырылған қотыр тайдың құрбасын мініп, мыстан кемпірге жеткізбей, өгей шешесіне алтын сақаны әкеліп береді. Жетім тазшаны қайтсем де жоқ етем деген шешесі енді оны жесірнаққа өлтіртпекші болады. Міне сондай сан түрлі қиындықты қауіпті басынан өткізген тазша баланың мүсінші жасаған мынау мыс бейнесі. Мүсінші тазша баланың бейнесін дәл тапқан екен, деді жұлдыз. Сосын ақырын күрсінді. Шіркін-ай, өмірде қандай қауіп қатер кездессе де осы тазша баладай мойымай күліп өтетін болсақ. Оған ешшек келтірме, деген сонда Еркебұлан. Бірімізді біріміз осылай сүйіп, дүниеден дәл бүгінгідей қуанышты өтеміз. Ал алда-жалда кездейсоқ бір ауыртпалықтар ұшырай қалса, одан мойымай өтетін күш табамыз. Ал шын махаббат адамға қанат береді. Қандай қиындықты болса да жеңіп шығуға жол ашады. Сөйдеген Еркебұлан енді мынау ең алғашқы кездескен қиындықтан жездей майысып, бордай опырылды. Міне есіне түскен сол бір түнгі сөздер еді. Еркебұланның көңілі бұрынғысынан да толқи түсті. Кенет ол тазша баланың мүсінін көргісі келіп кетті. Егер сол мүсіннің жанына қазір өзі барса, ар жағынан жұлдыз да келетіндей сезінеді. Түнгі сағат 11 шамасы еді.
Терезеден көшеде өтіп бара жатқан адамдар әлі де көрінеді. Еркебұлан тез киініп далаға шықты. Ол тазша баланың қотыр тайына мінген мас мүсіні тұрған Қарағай паркіне қарай аяңдады. Оған бару үшін Еркебұланға Чайковскийден өтіп, Джерницкий көшесімен оңға бұрылуы керек. Келесі Калинин көшесінің сол жақ бұрышында парк. Еркебұлан аздан кейін Калинин көшесіне өтіп, Дзержинскийдің бұрышына тоқтады. Көшенің арғы бетіндегі ұйғыр театрының алдындағы автобус аялдамасында бір жігітті қоршай дүрілткен 3-4 адамды байқады. Анықтап қарап еді, қоршауда тұрған жігіт Қайназарға ұқсас боп көрінді. Мынау Қайназар ма? Әлде соған ұқсас біреу ме? Жоқ, сол. Сірә рестораннан шыққан беті шығар, қасындағылар кім? Неге қоршап алған? Көшеден өтіп бара жатқан ауыр жүк машинасын күтіп, сәл кідірген Еркебұлан машина өтісімен бір сұмдықты жүрегі сезгенде әлгі топ адамға қарай жүгірді. Сөйткенше болған жоқ. Түн түнде үрейден айқайлаған Қайназардың даусы естілді. Жәрдем беріңдер, ойбай, өлтірді. Еркебұлан жан ұшыра жүгіріп аялдамаға жеткенде жерге шалқасынан құлаған Қайназарды көрді. Оны қоршап алып бас көзіне қарамай 4 жігіт тепкілеп жатыр. Падло, еще огрызается, деп еңгізерде сары біреу арт жағынан басқа кісінің келіп қалғанын сезіп, құлап жатқан Қайназардан шегінді. Жүгіріп жеткен Еркебұлан Қайназарға араша түсе кетті. Бұларың не? Деді. Ол Қайназарды әлгі тепкілеуін қоймаған денелі қазақ жігітін қатты итеріп қап. Өлтірдіңдер ғой. Жасынан спортпен айналысқан Еркебұлан да қарулы еді. Бұл итеріп қалған жігіт шалқақтай беріп, артындағы үлкен немеуінге жауырынымен тірелді. Дәл осы кезде Еркебұланның оң жағында тұрған сары шоқпардай жұдырығымен бұның жағын кеп берді. Бірақ қолы тимеді. Еркебұлан лып етіп сарыны қарынан ұрды. Еркебұланның руынан қар етінің жаны кетіп салбырап қалған оң қолын сол қолмен ұстап сары жігіт жанындағы ағашқа сүйеніп қылжиды да қалды. Еркебұлан енді өзіне тап берген 3-ші жігітті де самбоның әдісімен оп-оңай отырғызды да қойды. Сол уақытта 4-ші бұзық жолдастарының қандай күйге ұшырағанын көріп, сірә Еркебұланға жақын келуге бата алмаған болу керек, жерден бір үлкендеу тасталды да пәрменші кеп лақтырды. Тас Еркебұланның қарасанынан кеп тиді. Еркебұлан қираң етіп отыра қалды. Дәл осы тұста еменге барып құлаған алғашқы жігіт күрете қалды. Тимеңдер, деді ол ақыр жолдастарына. Көрсетейін мен оған қазір. Кенет оның қолында 200-ді қанжар жарқ етті. Бұзық жігіт қанжарын жоғары ұстап, дәл жүрек тұсына қадағалы, орнынан тұра алмай отырған Еркебұланға таяй берді. Қарасанынан тас тиіп қозғала алмай отырған Еркебұлан қанжарын жалақтатып, өзіне таяп келе жатқан денелі қара сұр жігітті көрді де, тез қимылдау керек екенін түсінді. Егер тез қимылдамаса, оның өзін өлтіретініне сөз жоқ. Не болса да тез қимылдау керек. Жұлдызы үшін, әке-шешесі үшін, әлі орындалмаған армандары үшін өзін сақтау тілегі кенет оған күш берді. Найзағайдай атылып ұшып тұрып, таяп қалған қара сұрды іштен кептепті. Анау қанжарын сілтеуге де үлгірмеді, шалқалай барып қара құсымен артындағы тасқа кеп құлады. Жігіт шалқасынан барып түскенде Еркебұланның ең алдыменен көргені көзі жұмылып кеткен қара сұрдың дәл маңдай altындағы бір уыс аппақ шашы оның көзіне ерекше түсті. Сол сәтте Еркебұланның тұманданып бара жатқан миында бір көрініс шарқ етті. Япырмай, сол жігіт емес пе? Иә, сол бір күн Еркебұланның дүниедегі ең ауыр күні болған. Сонау жындыханадан кетіп қалған күні ол бір жолдасының үйінде тағы арақ ішкен. Жолдасының үй іші жатар кезде бұл шығып кеткен. Қайда барарын білмей, қараңғы көшенің бұрышындағы жуан еменге сүйеніп ұзақ тұрған. Көрінген жерге жатып ұйықтай қалардай мас емес еді. Кенет ойына мұны күтіп тұрған жындыхана түсті. Жаны түршігіп кетті. Енді ғана өзінің сол жындыханаға жақын көшеде екенін аңғарды. Дәл қазір біреу бұны ұстап алып сонда апаратындай бұл арадан қаша жөнелді. Қайда барарын өзі де білмейді. Бетінің ауған жағына қашып барады. Кенет ол өзінің мұндай күйге түскенін ақылмен емес жүрегімен сезді. Сонда барып ол енді шын асылып өлмекші болды. Жанындай жақсы көрген жұлдызы жоқ, бұны тек жындыхана ғана күтіп тұр. Ал жанашиды деген әке-шешесі өздері жындыханаға табыс етті. Ендігі өмірдің бұған қандай қажеті бар? Еш қажет жоқ. Өмір дегені құр өкініш, азаптану екен. Тастап кеткен ғашқыңды үмітсіз сағыну, көрінгеннен жалынып арақ ішу, бұл да өмір ме? Жоқ, бұл өмір емес, барып тұрған қорлық, азаптану. Бұл қорлықтан, бұл азаптаудан қалай құтылады? Қанша осылай қаңғырып жүрсең де, қанша осылай өкініп жыласаң да құтыла алмайсың. Құтылатын жалғыз жол бар, ол өлу. Өлген адамның бұл қорлықтың, бұл азаптың бірін де білмейді. Өлсең жаның мәңгі тынышталады.
Еркебұлан кенет осындай қорытындыға келген. Сол-ақ екен, ол бүгін түнде тіпті дәл қазір өлмек болды. Бір ғажабы, артымда жұлдызым, әке-шешем, жұмысым бар ғой деген өкініш ойына да кірмеді. Дүниеге, тағдырға, өзіне, жұлдызға, әке-шешесіне ызаланған Еркебұлан бәрінен өшін алып өлмек болды. Енді ол өлу жолын іздеді. Трамвай, автобустардың тоқтап қалған шағы. Жан-жағындағы үйлерге қарады. Біреуінің жоғарғы қабатына шығып, баспалдақты жеріндегі терезесінен секірсе, бәрі 1 секундта бітеді. Ал 7-ші қабаттан секірер болсаң, қайғыдан да, қиналудан да, бәрінен де сорлы басың тас асфальтқа тиген шақта құтыласың. Бәрі де көзіңді ашып жұмғанша бітеді. Бұдан артық қуаныш болар ма? Бірақ бұл маңайда ол ондай биік үйді көре алмады. Сол сәтте Еркебұланның есіне осы өзі тұрған көшенің ана бір қалың ағашының үстінде тұрған үйдің арғы бетіндегі балалар тербелетін әткеншек түсті. Осы жындыханаға келер алдында өзі бір серігімен соның жанындағы орындықта отырып түнде арақ ішкен. Ешкім көрінбейтін оңаша жер. Кісі отыратын тақтайдың бір жақ жібі үзіліп қап, тақтайдың өзі екінші жіпте салбырап тұрған. Ана үзілген кендір жіп мойынға ілмешек істеп жіберіп асылып өлуге жақсы. Жанындағы орындықты алып келіп ілмешекке басынан сұққаннан кейін аяғымен теуіп жіберіп орындықты құлатсаң болғаны көп болса 1 минут бәрі бітеді. Қанша жұлқынсаң да мойныңа салған тұзақтан құтыла алмайсың. Тез өлмесе бірдемесі кететіндей ол енді сол қараңғы бұрышқа қарай асыға жөнелді. Дәл осы кезде біреудің жан даусы шыға қырылдай айқайлаған естілді. Сөйткенше болған жоқ, бұл келе жатқан жерден 2-3 кісінің көшенің бұрыш-бұрышына қарай қаша жөнелгенін көрді. Электр шамы күңгірттеніп жанып тұрған тұстағы бұрыштан дәл бұның қасынан әлгі қашқандардың біреуі жүгіріп өтіп кетті. Ешкім танымасын деп бетін қолымен жауып алған. Еркебұланның көзі тек оның қою қара шашының алдыңғы жағының бір уыстайы жері әппақ екенін шолып қалды. Аз уақыт тым-тырыс бола түсті де тағы дабырлаған дауыстар шықты. Еркебұлан ойлаған жеріне келгенде жаңа айқай осы арадан шыққанын білді. Өзі кірген качельдің жанындағы үйден шыққан 5-6 адам жиналып қалыпты. Дабырлаған дауыстар солардікі екен. Біреулер сіріңке жағып жатыр. Еркебұланға өз асылам деген жіпте біреудің салбыраған денесі тұрғандай болды. Сөйткенше әлдекім қол фонарын жағып, әлгі салбыраған затқа беттеді. Кенет шам жарығы асылған адамның бетіне түсті. Асулы тұрған қыр мұрынды сопақ бет қара қасты бала жігіт екен. Тілі аузынан шығып кеткен. Кендір тозақтың түйіндісі сәрі желке тұсынан келген болу керек. Жігіттің басы бір жағына қисайып құлап кеткен. Әлдекімдер бейшара жап-жас екен, сорлыны не үшін өлтірді екен? Бейшара неге осы уақытқа дейін көшеде жүреді? Бұл өшіккен адамдардың ісі. Өзінің жолдастары да әрине өшіккен өлтірген. Тонаушылар болса қолындағы сағаты мен костюмын алмай ма деп дабырласып жатты. Бұл кезде өліктің қасына жұрт бірталай жиналып қалған. Мына көрініс Еркебұланның жанын түршіктіріп жіберді. Жап-жас жігітке оның жаны ашыды. Сірә бір жақтан келе жатқан ғой. Аңдып тұрып ұстап алған болар. Бұдан әрі қарап тұруға шыдамады. Ол кілт бұрылып кейін қарай жүрді. Дәл осы сәтте оқиға болған жерге қарай келе жатқан милиция машинасын көрді.